Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода айтайын дегенім, асқазан ауырды деп көбінесе асқазанды емдеп жатамыз. Ал бірақ ішектің түйіліп, яғни колит болып ауруы себептерін айтамын және емдеу жолдарын айтып өтемін. Ішек ауруы колит түйіліп, желденіп ауру себептерімен емделуі. Адамдарда көбінесе іші кеуіп, тамақ ішкенде желденіп, мазасы кетеді. Көп ауруларда дәрігерлерде паразит деп тексерістен өткізіп, таза болып, бірақ аурудың неден екені түсініксіз болып жатады. Ал паразит болуы мүмкін, бірақ ішек ауырған аурулардың бәрінде емес, 10%-ға ғана жетпейтін ғана кісілерде болуы мүмкін. Мен бүгін осы ішек емдеудің маған қалай емделіп келген кісілер туралы айтқым келіп отыр. Одан бұрын басқа аурулармен күресу жолдарымен бөлісетін менің басқа видеоларымды жіберіп алмау үшін менің каналыма подписаться тетігін басып жазылыңыздар. Жаңа пайдалы видео шыққанда өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бір әйел айтады, мен паразиттің дәрісін іштім, ауырғаны басылып, жақсы болып қалдым десе. Екіншісі паразиттің дәрісін іштім, бәрібір ішегім одан ары ауырады, түйіліп мазамды кетіреді дейді. Ал енді екі жақтың ауырған ауруларын талқыға салатын болсақ, паразит болмаған біреуінде, екіншісінде болған болмауы мүмкін деген болжам ғана. Сондықтан общий анализ крови тапсырып көру керек. Экзинофилде өзгеріс болса, глистей болады. Гемоглобин түсіп кетеді. Паразит алкогольді ішімдіктер пайдаланғанда, темекі тартқанда да болады. Дұрыс тамақтанбағанда тәттіні, ашты, қышқыл, майлы, копченый тағамдарды көп пайдаланғанда көбейіп кетеді. Негізгі себептері осы айтылғандар. Паразиттен бөлек ішектің ауруының үлкен себебі непереносимость лактоза дейді. Яғни лактозаға төзбеушілік, ас қорыта алмай, ішек қатты түйіліп ауырғаны, түсініксіз болып ауруы күшейіп кетеді. Мұндай жағдайда метаболизм, яғни іштің кебуі көп болады. Лактоза төзбеушілік те сүттен жасалған тағамдардан ауырады. Қалай білеміз лактозаға төзбеушілік организмдегі жағдайды? Ауру өзіне өзі тест істеу керек. Бір аптадай сүт және сүт тағамдарын қолданбай қоятын болса, ішегінің ауруы тоқтайды. Бірден лактозаны организмдеріңіз қабылдамай тұрғанын білесіз. Бұл тәсілден болмаса, глютенсіз диетаға отыру керек болады. Оған көбінесе ұн тағамдары, манный каша, сұлы, овсяной тағамдар жатады. Еттен, балықтан жасаған, консервіден жасаған тамақтарды жемеуге тура келеді. Бұдан ары кіре берсек өте көп. Оны тағы да жеке тақырып етіп видеода келесі видеомда айтатын боламын. Ішек ауруы стресстен де болады. 50 жыл бұрын Америка ғалымдары зерттеп кітап жазған. Ішектің бүріп шаншуы туралы, тынымсыздықтан, үрейлену, мазасыз ойлардан, терең өкпелеу, өзіне сенімсіздік, тұрмыстық ауыртпалық, отбасылық келіспеушілік, тез ашуланшақ болу бәрі ішектің раздражение дейміз ғой, ауруына себеп болады. Емдеу жолдарына тоқталайын. Бұл лактоза глютенді емдерменен болмаса ең жеңіл тез айығатын жол ішкі ағзаны тазалау. Тазалағанда асқазандарыңызда қышқылданып кеткен слиздерді тазалайды, өт жолын шығарады, ішек, тоқ ішекті, бүйректегі құм, қуықтағы тұз қалдықтарын тазалау керек болады. Әрине оны өзім тексеріп, өтте бүйректе тас болмаған жағдайда тазалаймын. Тазалау процесі бір тәуліктің ішінде жүреді. Шөп тұнбасын ішкізіп, тағы да басқа бір тәулікте ішетін, ішекті жуатын жолдар арқылы тазаланады. Ал оны ішкі ағзаланы тазалағанда адамның тіптен бет терісі ағарып, ісіктері кетіп, сұлуланып кетеді. Бұл методты тек ауру адам емес, сау адамда жылына бір не 2 рет тазаланса, көп аурудан айығады. Шамадан семіздікке шалдыққандар жүдейді. Ал арық болып, ет алмайтын кісілер толып қалыпқа келеді. Сондықтан сіздерге жылына ең болмаса 1 рет тазалануға кеңес беремін. Ішкі ағзаңызды тазаласаңыз, жан дүниеңіз таза болса, сұлу болып шыға келесіздер. Сұлулық өз қолдарыңызда. Жанымыз бен тәніміз таза болсын. Менің тыңдармандарым дер едім. Мен сіздерді жақсы көремін. Жазылыңыздар, сұраңыздар. Бізге жазылып лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және төменде өзімнің WhatsApp сілтемемді жазып қойдым. Соны басып, тікелей өзім сұрақтарыңызға жауап беретін боламын.